саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызда өтетініміз волейбол ойынның әдіс-тәсілдерін үйрену. Соның ішінде бірінші допты ойынға қосу, екінші допты астынан үстінен қабылдау, үшінші тосқауыл қою, төртінші шабуыл жасау. Сабағымызды бастамас бұрын дене қыздыру жаттығуларын ұмытпайық. Оқушылар, волейболда допты ойынға қосудың 4 әдісі бар. Олар мыналар. Бірінші, жоғарыдан шабуылдап ойынға қосу. Екінші, бүйірден жоғарыдан шабуылдап беру. Үшінші, допты астынан тура беру. Төртінші, допты астынан жанамалап беру. Волейбол ойынындағы тағы да маңызды элементтердің бірі бұл допты үстінен қабылдау. Бұл негізгі тұрыс қалпында атқарылады. Bir аяқ алда, шауырын тік ұсталады. Шынтақтан бүгілген қол беттің алдыңғы жағында ұсталады. Қолдың саусақтары доптың үлкендігіндей аумақта бүгіле ұстап шиырыға түседі. Қимыл тізенің жауырынан басталып, сонан кейін жауырын мен қол іске кіріседі. Қимыл қолдың саусақтары мен білек буынының серпіліп, доптың артынан сілтеумен аяқталады. Волейбол добын төменнен қабылдау әдісі. Ол былай орындалады. Аяқ иық көлемінде ашылады, және де тізе кішкене бүгіледі. Қол төменнен қою арқылы алақанды бір-біріне жинау бағытымен допты қабылдау әдісі орындалады. Волейбол ойынындағы тағы да бір маңызды элементтердің бірі ол тосқауыл қою. Тосқауыл қою қарсыластың шабуылдау соққысынан соң доптың ұшына кедергі жасау мақсатымен тордың үстіңгі деңгейіне қолды қарсы тосу. Бұл қорғаныс әрекеті кей жағдайда қарсы шабуыл жасау тәсілі болып табылады. Тосқауыл жасауды 1, 2, кейде 3 ойыншы бірігіп жүзеге асыра береді. Волейбол ойынындағы ең күрделі элементтердің бірі ол шабуылдау соққысы. 3 қадам жасап барып орындалады. Бұл кезде ойыншы доппен секірудің барлық 3 кезеңінен де өтеді. Мысалы, ойыншы денесінің ұша бастауы сәтінде, ұшудың жоғарғы нүктесінде және оның төмен түсу сәтінде кездесе алады. Bir жақ бүйірден шабуылдау соққысы оның орындаудың техникасы өте күрделі және ерекше шеберлікті талап етеді. Волейбол ойынында алаңда тұрудың да маңызы өте зор. Жаңа ойнай бастаған оқушы волейболшылар үшін тұрудың маңызы өте зор. Бастапқы қалыпта көптеген түрі бар. Дегенмен ең тиімдісі ол орташа тұрыс. Тұрыс немесе тұру ол ойыншыға кез келген ойын әдісін орындауға мүмкіндік беретін бастапқы қалып. Жаңа ойын барысында ойыншының алаң ішінде орын ауыстырып жүгіруіне тура келеді. Орын ауыстыруға мынандай қимылдар енеді. Қадамдар жасау. Тұрған ойыншы әртүрлі бағытта ілеспелі қадамдар жасайды. Алға, артқа, оңға, солға аттау және 2 қадам жасау.